Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Оқу мақсаты мәтіннің тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжауды, дара және күрделі сын есімдерді ажырата біліп, сауатты, көркем жазуға дағдылану. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейне баянға назарымызды аударамыз. Мектеп. Дана, не жазып отырсың? Мына суретке қарап, қызды сипаттап жазып отырмын. Қане оқышы. Бұл қыздың көздері шашы қара, ұзын шашын жайып қойған, маңдайы ашық, кірпіктері де ұзын, көздері үлкен, қастары жіңішке етіп сызылған, мұрны тік, беті сопақша, терісінің түсі ақ, тістері тегіс аппақ, жіңішке ерні қызыл түспен боялған. Мен сенің айтуың бойынша сол қыздың суретін салдым. Ұқсай ма? Жоқ, онша ұқсамайды. Неге? Мен жақсы суретші емеспін. Сен де жақсы етіп сипаттай алмадың. Өзіңіз ғой сала маған. Әйтпесе мен ештеңесін қалдырмай айтып шықтым. Дана, сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, аппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Қайталайық. Дара және күрделі сын есім. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Мысалы, қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, аппақ, сопақша, қызыл. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы, қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ақ жақты, ақ сары, жібектей жұмсақ, қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ, түп-түзу, күрең қызыл. Ал енді балалар, бейнефильмді көріп болған болсақ, онда ойын ойнап көрейік. Дұрыс немесе дұрыс емес ойыны. Ал бастаймыз. Дара сын есім бір сөзден жасалады. Дұрыс әлде дұрыс емес? Ойланып көрейік, балалар. Әрине дұрыс. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден жасалады. Қалай ойлайсыздар, балалар? Дұрыс не дұрыс емес? Ойланамыз. Әрине дұрыс. Мыналар дара сын есімдер.
күрең қызыл, ақ сары, ат жақты. Қалай ойлайсыздар балалар? Дұрыс тұжырым бекен әлде дұрыс емес? Әрине дұрыс емес. Мыналар күрделі сын есімдер. Қараңғы, жарық, салқын. Ойланамыз. Дұрыс емес. Мыналар дара сын есімдер. Көңілді, ашық, мейірімді. Ойланамыз балалар. Дұрыс, не дұрыс емес? Әрине дұрыс. Осымен балалар, біз барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Енді біз келесі ойынымызға көшеміз. Артығын алып тастау ойыны. Ал ойнап көрейік балалар. Мұнда бізде көріп отырғанымыздай дара сын есім берілген. Көңілді, көрікті, көркем. Ал көмірдей қара бұл дара сын есім бе екен? Жоқ, сол үшін біз артығын алып тастаймыз. Дұрыс. Енді мына жерге назарымызды аударамыз. Шыдамды, жылқы мінезді, төзімді, сабырлы. Қайсысы артық? Ойланамыз. Әрине алып тастадық. Керек емес сөзді. Енді мына тұжырымға назар аударамыз. Ұзын бойлы, аласа, бойшаң, биік. Қайсысы артық бұл жерде? Әрине ұзын бойлы. Дұрыс. Мына күрделі сын есімдердің ішінен біз енді балалар дара сын есімді алып тастаймыз. Мұртты, қой көзді, қара шашты, ақ сақалды. Мұнда бізде артығы қайсысы балалар? Ойланамыз. Әрине мұртты. Дұрыс. Қыр мұрынды, ат жақты, кең иықты, сұлу. Қайсысы бізде дара сын есім болып тұр екен? Артығы? Әрине сұлу. Дұрыс. Тамаша балалар. Осымен ойынымыз тамам. Сабағымызға назар аударамыз. Ал балалар, ойынымызды ойнап болдық. Түсіндік, дара және күрделі сын есім туралы біз білімімізді әрі қарай нығайта түстік. Енді сіздерге балалар тапсырма. Оқулықтағы 122-ші сабақ, 6-шы жаттығу, өлеңді көшіріп жазып, сын есімдердің астын сызамыз. Олардың дара не күрделі екенін анықтаймыз. Және 9-шы жаттығу, мына ребус суреттер арқылы біз ойланамыз. Және мұнда біз артығын табамыз. Балалар? Ал енді балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағында нені үйрендік? Мынау бағалау ағашы бойынша бағалап өтеміз. Қызыл алма көп нәрсе үйрендім. Раушан гүлі маған ұнады. Және жапырақ маған әлі де үйрену керек. Осымен сабағымыз тәмам. Сау болыңыздар балалар.